Ассалаумағалейкум, амансыздар ма? Аты жөнім Арман Құдайберген. Осы аптада Неге Газет порталы не жазды, не айтты, кімді көрсетті, осыған шолу жасаймыз. Отандық бақ өкілдері Шығыс Қазақстанда вирус өршіп кетті деп көп айтып кетті ме, әйтеуір Батыс Қазақстан облысы ескерілмей келді. Қыркүйектен бері өңірде 20 мұғалім вирус жұқтырған, оның екеуі бастауыш сынып мұғалімдері. Жалпы коронавирус инфекциясы басталғалы бері Батыс Қазақстан облысында вирус жұқтырған 7499 жағдай тіркелсе, оның 6945-і аурудан айыққан. 143 адам осы індеттің кесірінен қайтыс болған. Дүйсенбіде осы және өзгеде 50-ге жуық қызықты тақырып сайтымызда жазылды. Әлем бойынша ең бірінші болып коронавирус жұқтырған науқастың анықталғанына тура 1 жыл болды. Былтыр 17-ші қарашада Қытайдың Хубей провинциясының 55 жастағы тұрғыны жарғыраттан коронавирус жұқтырғанды. Індет артынша одан өзгелерге тараған. Әлгі ер адамды жұрттың көбі осы күнге дейін нөлдік пациент деп айтып жүр. Десе де мамандар нөлдік пациенттің кім екені әлі анықталмағанын айтады. Жалпы әлем халқы коронавирус деген атаумен 2019 жылдың желтоқсан айынан бастап таныс бола бастады. Осыдан болса керек, коронавирустың туған күні желтоқсан деген сөз көп айтылады. Өйткені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ең бірінші коронавирус жұқтырған науқасты өткен жылдың 8 желтоқсанында тіркеген. Одан бері қанша уақыт өтті. Вирус тек Қытаймен ғана шектелмей, артынша бүткіл әлем халқына тарады. Осы күнге дейін 55 миллионға жуық адамнан коронавирус анықталса, 1.300.000 адам індетке шыдас бере алмай көз жұмған. Том мен Джерри толық метражды фильмінің алғашқы трейлері жарияланды. Қате естімедіңіздер, толық метражды фильм. Жалпы әлемдік киноиндустрияда соңғы жылдары ремейк тәсілмен танымал мультфильмдерді фильм қылып шығару сәнге айналып бара жатқан сыңайлы. Бұл ретте Том мен Джерри мультфильмін көрмеген жан жоқ шығар. Аталған фильм несімен ерекшеленеді? Бұл фильмде шынайы актерлар мен мультипликация элементтері біріктіріледі. 2021 жылы жарыққа шығады делінген фильмнің режиссері Тим Стори. Елімізде жыл басынан бері 83,8 тонна шоколад өндірілді. Ал 2020 жылдың қаңтар-қазан айларында 92,4 мың тонна печенье және ұзақ мерзім сақталатын кондитерлік өнімдер өндірілген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 8%-ға артық. Жалпы тәттілер жайлы жазылған тілшіміздің керемет материалын "Қазақтар шоколадты көп жеме" деп іздеңізде, сізде ауыз тиіңіз. Байденнің жеңісі расталды. Джорджия вице-губернаторы өз сайтында 150 округтың 5 миллион астам бюллетендерін қайта өңдеу нәтижелерін жариялады. Джо Байден 12.284 дауыспен алға шыққан. Жалпы жарияланған нәтижеге қарасақ, республикашыл Дональд Трамп 2.462.000, Джо Байден 2.475.000 дауыс жинап Трампты басып озған. Жалпы мұхиттың арғы бетіндегі Америкада бір реформа болуы әбден мүмкін. Аталған қандай реформа болатынын білмесек те, оның Қазақстанға және өзге мемлекеттерге әсері барын нақты айта аламыз. Жалпы бұл жайында тілшілеріміз алдағы уақытта толықтырып, талай материал, сауатты сараптамалар жазады. Сондықтан Неге Газет сайты мен әлеуметтік желідегі парақшаларын оқи жүріңіздер. Мен осымен бүгінгі апталық шолуды тәмамдаймын. Келер аптаға дейін аман болайық. Құдай берген арманымыз орындалсын.